Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, бүгін керемет узормен таныстырайын деп отырмын сіздерді. Бұл символ кімдерге жасауға болады? Бұл символды үйінде барлық адамдарға жасауға болады. Айға, күнге байланысты емес. Сондықтан бұны жасай бересіз. Үйіңізге береке кіріп, үйіңізде ауызбіршілік береке кіріп, сосын және дастарханыңыз әрдайым толы болсын десеңіз, осы узорды, осы техниканы жасасаңыз болады. Барлығын түсіндіріп өтемін. Ол үшін бізге осындай ақ бет керек. Әдеттегідей А4 қағазы, клетка немесе сызығы бар дәптерлер болмайды. Сосын мынандай көк түсті фломастер керек, немесе карандаш, немесе ручка, немесе жаңағы маркер. Ешқандай маңызды емес, тек түсі көк болса болды. Достар, қазір барлығын түсіндіріп, қалай салу керек екен барлығын көрсетемін. Мен қалай салдым, дәл солай салуыңыз керек. Сіздер осы узорды былай қисайып немесе былай істеуге болмайды. Менің салған бағытыменен салуларыңыз керек. Және өте бұл жерде сіздің внимательный болуыңыз керек. Былай сызылып кетсе, бұл узор жұмыс жасамай қалады. Сондықтан мұқият болыңыздар. Бірінші қолыңызды жаттықтырып, 2-3 рет осы узорды салып үйреніп алыңыздар. Содан кейін жасасаңыз болады. Қазір барлығын салып көрсетемін, сосын түсіндіремін. Міне достар, бірінші мен сіздерге үлкен форматта көрсетемін, сіздер кішкентай форматта саласыз. Міне достар, бірінші осындай сызу не аламыз. Тап мынаның несінде түзеу бірдей болу керек. Міне көрдіңіз ғой достар. Міне осылай сызып аламыз бірінші. Осылай мына екеу, мына жағы бірдей, мына жағы бірдей қылып, осындай X тәрізді қылып сызып аламыз. Одан кейін мынандай таяқша қоямыз. Көрдіңіз ба? Одан кейін былай сағат тілімен сияқты былай істеп шығамыз мына таяқшаларды. Одан кейін көрініп тұр ғой достар сіздерге. Одан кейін осының қақ ортасынан ұзыншақ не жібереміз. Ұзыншақ таяқша жібереміз. Міне битеміз да, мына жағын бит жібереміз, одан кейін битеміз. Көрдіңіз ғой достар, да? Битеміз, одан кейін мынаны түсір жібереміз. Міне. Одан кейін мына жаққа былай таяқша кетеді. Таяқша кеткеннен кейін бұнда жоғары қарай не істейміз? Былай таяқша кетеді, одан былай. Одан былай таяқша кетеді, және былай таяқша кетеді достар. Көрдіңіздер ғой? Одан кейін тағы міне жоғарыға былай таяқша кетеді, төмен кетеді, одан былай және былай. Достар, онша қиын емес, енді жаттықтырсаңыз қолыңызды әрине. Былай істейсіз, одан кейін былай таяқша кетеді, одан былай төмен түсіп кетеді, одан былай таяқша кетеді, және төмен түсіп кетеді. Дәл осындай не шығу керек, сіздерде узор шығу керек, ондай қиын емес. Бұл деген ақша, береке шақыратын узор. Ақша шақырады, береке шақырады, дастархан әрдайым толы болады. Осыны жасап, қазір айтам не істеу керек екен. Одан кейін бұны барға өстіп, сағат тіліменен мынандай домалақшаның ішіне алу керек. Міне. Дәл осындай қылып аласыз. Дәл осындай қылып аласыз да, одан кейін қазір барлығын көрсетемін. Міне. Сіздерге көрініп тұр ғой достар, міне. Бірінші қолыңызды жаттықтырың. Міне. Осы домалақшаны сызып алғаннан кейін мынандай не қоясыз. Міне. Мына жаққа жаңағы не келатқандай осындай қылып, осындай үшбұрышты не жасайсыз. Міне. Осы үйіңізге береке шақырып, әрдайым дастарханыңыз толы болады. Бұны енді не істейсіз достар, барлығын түсіндіріп өтемін қазір. Барлығын түсіндіріп өтемін. Міне сіздерге көрініп тұр ма достар? Барлығы көрініп тұр деп ойлаймын. Сіздер кішкентай осындай форматта салсаңыз болады. Мен сіздерге көрінсін деп үлкен форматта салдым. Осыны осылай домалақтап қиып аласыз.
осылай домалақтап қиып аласыз да, шай ішіп отырған столдың астына мынаны төмен қаратып рисункасын, мына узорды төмен қаратып скотчтап шай ішетін міндетті түрде шай тамақ ішетін столыңыз бар ғой, соның астына жабыстырып қоясыз. Егер де сіздер столыңызды өзгертетін болсаңыз, оны жайменен жыртып алмай, сол жаңағы жаңа столыңыздың астына қайттан жабыстырып қойсаңыз болады. Ол қай жеріне маңызды емес, жабыстырғаныңыз, бірақ столдың астына жабыстыру керек. Мына бетін төмен қаратып, столдың астына төмен қаратып, мысалы былай, осылай төмен қараттыру керек. Болды достар, сәттілік, сау болыңдар. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер.